Always trust the others. Ежелден бері екі алыптың Ресей мен Қытайдың арасында және мұнай, газ және сирек кездесетін басқа минералдарға бай Қазақстан жаһан күштерінің қиылысқан жерінде орналасқан. Орталық Азияның қақ ортасында теңізге шыға алмайтын ол Ресей мен әлемнің үздіксіз құрлық шекарасын бөліседі және Қытайдың белдеу және жол амбицияларында орталық рөлін атқарады. Украинадағы соғыс және өзгермелі геосаяси динамика жаһандық альянстарды сынақтан өткізіп, сол альянстарды қайта анықтай отырған заманда Қазақстан жақ таңдау қысымының артуына ұшырай ма? Әлде Қытаймен және Ресеймен берік қарым-қатынасты батыспен тереңдете отырып, шынымен теңестіре ала ма? Мен Сами Зейданмын. Бір кездері кеңестік дипломат және БО-ның қайраткері болған президент Қасым-Жомарт Тоқаев реформа жасауға уәде берген Астанадамын. Әділеттілік, инклюзивтілік және ашық саяхат негізінде құрылған жаңа Қазақстан 3 жылдан соң уәделерін жеткізіп отыр ма? Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Аль-Жазира телеарнасына сұхбат берді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, Аль-Жазира арнасына сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Әрине. Рахмет. Сонымен біз осы аптада өтіп жатқан Астана халықаралық форумы Қазақстанды әлемге тағы бір рет таныстыратын аптада қатысып отырмыз. Сіздің реформалар бағдарламасын жариялағаныңызға 3 жыл болды. Өзіңіз уәде еткен жаңа Қазақстанды жеткізе алдым деп ойлайсыз ба? Ашығын айтсақ, процесс жүріп жатыр. Бұл оңай емес. Өйткені Қазақстаннан тыс жерлерде реформалар үдерісіне әсер еткен көптеген уақиғалар болды. Ковид, Украинадағы соғыс. Иә, осының барлығы оңай емес. Қиыншылықтарға қарамастан біз шынайы болуымыз керекпіз. Мәселенің басын ашық айтуымыз керекпіз. Сонымен бірге реформаларымызға қатысты бағыттан таймай, біз өте батыл болуымыз керекпіз. Сондықтан мен өз халқыма күн тәртібімізге қойылған барлық мақсаттарға жету жолында табанды болуымыз керектігін айтамын. Әрине процесіміз әлі жалғасуда, бірақ көзімізбен процестің жағымды екенін көріп отырмыз. Сіздің сыртқы қарым-қатынастарыңызға қарап, мырза, Қазақстан қандай да бір ұлы державаға тым тәуелді, тым жақын болмауы үшін өзінің кейбір шетелдік әріптестіктерін қайта қарастырып, ортақ дәліз жобасы сияқты кейбір сауда қатынастарын қайта теңестіріп жатыр ма? Біріншіден, мен сыртқы саясатымызға қатысты реформалар жасап жатырмыз деп айтпас едім. Өйткені бұл өте консервативті құбылыс. Бірақ бұл ретте әрине, біз Қазақстаннан тыс жерде болып жатқан оқиғаларды есте ұстауымыз керекпіз. Қазақстан Еуразиядағы, әсіресе Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздіктің тірегі. Біз әу бастан-ақ үлкен державалар, жақын көршілеріміз арасындағы тепе-теңдікті сақтауды, сонымен бірге ұлттық мақсаттарымызды алға жылжытуды көздеп келеміз. Сондықтан біз бүкіл сыртқы саясатты қайта құрылымдаймыз деп айтпас едім. Бірақ сіз орта дәлізді айтқаныңыз дұрыс болды. Өйткені біз үшін сыртқы әлеммен байланысын әртараптандыру басымдылық болып табылады. Және бұл тұрғыда әрине Транскаспий бағыты өте маңызды. Our transportation links with the outside world. And in this respect, of course, Trans-Caspian transport route is absolutely important. And Өздеріңіз білесіздер, бізде Қытай төрағасы Си Цзиньпин ұсынған бір белдеу, бір жол бастамасының үлкен қолдаушысымыз. Және 2013 жылы Си Цзиньпиннің бұл бастамасы Астанада, Қазақстанның Астанасында жариялағаны кездейсоқ емес. Өткен жылы S&P Global Қазақстан мұнайының 80%-ға жуығы Каспий құбыр консорциумы арқылы Ресейге жіберілетінін хабарлады. Бұны өзгерту керек деп ойлайсыз ба? Бұл Қазақстан үшін стратегиялық осалдықты білдіре ме? Ресей Қазақстанның стратегиялық серіктесі, Қазақстанның жақын көршісі әрі одақтасы екенін есте ұстаған жөн. Біз Ресеймен әлемдегі ең ұзын шекараны бөлісеміз.
Және, әрине, біз Ресейді стратегиялық серіктесіміз ретінде санаймыз. Және біз әсіресе Каспий құбыры консорциумына сенеміз. Жақында мен президент Путинмен телефон арқылы сөйлестім. Және біз шынын айтқанда Каспий құбыры консорциумы, оның болашақта қалай қолданылатыны туралы сөйлестік. Менің ойымша, Каспий құбыр консорциумы біздің мұнайымызды Ресей арқылы Еуропа нарығына және одан тыс жерлерге тасымалдаудың жақсы құралы ретінде үздіксіз қызмет етеді. Or transporting our oil through Russia to the European market as well as beyond. Сонымен сіз Украинадағы соғыстың әсері туралы алаңдамайсыз, және бұл сіздің мұнайыңызды осы құбыр арқылы Еуропаға жіберу мүмкіндігіңіз үшін нені білдіреді? Иә, әрине, біз Украинада болып жатқан жағдайды, оның әсерін, яғни Ресей мен Украина арасындағы әскери қақтығыстың табиғи ресурстарға және халықаралық нарыққа, экспортқа қатысты стратегиялық жоспарларымызға әсерін ескереміз. Сонымен қатар, біз Ресеймен стратегиялық серіктестікке сенімдіміз, бірақ бұл біздің тек бір ғана транспорт бағытына назар аударатынымызды білдірмейді. Сондықтан сіздің басқа бағыттар мен Баку-Джейхан құбыры мен орта дәлізді ескергеніңіз дұрыс болды. Бірақ іс жүзінде шетелге тасымалданатын немесе экспортталатын мұнай көлемі бойынша әрине басымдық Каспий құбыр консорциумына беріліп отыр, және оған берілуі керек. Дәл қазір Астана халықаралық форумы өтіп жатыр. Бұл Қазақстанның халықаралық көпжақты жүйені қолдауда орта державаларының үлкен рөлін атқарулары керек деп санайтын белгісі ме? The international multilateral system. Yes, I strongly believe in Мен көп жақтылыққа қатты сенемін, және орта державалар әлемдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауда үлкен рөл атқарулары керек деп сенемін. Сіздің ойыңызша, мырза, кейде сол ұлы державалар көп жақты жүйеге нұқсан келтіруі мүмкін бе? Айтайын дегенім, кейде біз кейбір ұлы державалардың алдымен Америка туралы айтып, көп жақты емес, екі жақты механизмнің маңыздылығы туралы айтатын риторикасын естиміз. Иә, екі жақтылық саясаттың басым болғанын және көп жақтылық саясаттың әлсіреп жатқанын көріп отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тығырыққа тірелгенін білесіз. Оның қандай да бір маңызды халықаралық мәселені шешуге күші жетпейді. Бұл әлемге қауіп төндіре ме? Қауіп болғанда қандай? Үрей тудыратын жағдай. Сондықтан мен Қазақстан сияқты орта державалар негізгі халықаралық мәселелерді шешуде және шешуде үлкенірек, маңыздырақ рөл атқару керек деп есептеймін. Сондықтан Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымын реформалауды берік ұстанады. Біріккен ұлттар ұйымы тарихының басында Біріккен ұлттар ұйымының негізін қалаушы мүшелер ретінде қарастырылатын бар болғаны 51 мемлекет болған. Қазіргі күнде 193 мемлекет бар. Ал біз жаңа өзіңіз айтқаныңыздай орта державалар ең алдымен Біріккен ұлттар ұйымын қазіргі әлемге барынша әділетті болу үшін күш-жігерімізді біріктіруіміз керек деп санаймыз. Осы орайда мен ойландырған бір жайт, президент мырза, егер Қазақстан орта державалармен серіктестік орнатуға ұмтылып жатса, онда неліктен Қазақстан БРИКСке Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай, Оңтүстік Америка қосылу туралы өтінішін өткен жылы, менің ойымша, қазан айында кейінге қалдырды. Қазақстанды БРИКСке бақылаушы ретінде тапсырған өтінішімізді қолдаған елдерге өте ризамын. Бірақ мен прагматикпін, және мен көріп тұрғандай БРИКСте тұрақты құрылымдар жоқ. Жарғы жоқ, хатшылық жоқ, бағдарламалар жоқ, және тағы басқа. Сіз бұл ұйым тиімді емес деп алаңдайсыз ба, әлде Қазақстан, Қытай мен Ресей сияқты кейбір державаларға тым жақын болып көрінуі мүмкін деп алаңдайсыз ба? Және сіздің батыспен қарым-қатынасыңызды теңестіргіңіз келеді ме?
Ең алдымен мені ойлатқан жайт бұл ұйымның ұсынылған тиімділігі. Әрине, әр халықаралық ұйымда үлкен державалар бар, орта масштабтағы державалар, шағын державалар бар. Осындай құбылыстар бола береді. Және бұл дүние жүзінде кездесе беретін шындықтың бір көрінісі. Бірақ ең алдымен БРИКС өте жақсы насихатталған және жарияланған халықаралық ұйым ретінде жеткілікті тиімді бола ма, соны көрейік. Сондықтан мен жарайды, ең болмағанда бірінші кезеңде БРИКСте бақылаушы боламыз, сосын уақыт көрсетеді дедім. Сонымен өтінішіңізді қайтадан белсендіретін күнді әлі жоспарлаған жоқсыз ғой? Жоқ, ондай жоспарымыз жоқ. Біз БРИКСте бақылаушы мемлекет ретінде бекітілдік және бұл жеткілікті деп ойлаймын. Сіздің екі жақты сауда-саттықтың кейбір түрлеріне қарайтын болсақ, Қытай Қазақстан үшін өте маңызды сауда серіктесі болып табылады. Менің ойымша, осыдан 2 жыл бұрынғы сандар Қытаймен саудадағы 31 миллиард долларды көрсеткен болатын. ақш-пен сауда әлдеқайда аз, бірақ ол 2023 жылы 32%-ға өсті. Қазақстан негізгі сауда серіктестерімен жаһандық державалар арасындағы сауданы теңестіруге тырысып жатыр ма? Ең алдымен Еуропалық одақ Қазақстанның нөмір 1 сауда серіктесі болып табылатын ірі халықаралық ұйым және өткен жылы біздің сауда көлемінің 50 миллиард долларға жеткенін атап өткім келеді. Екіншісі Қытай. Қытаймен сауда көлемі 45 миллиард доллардан асты. Қазақстанның үшінші сауда серіктесі Ресей. Ресеймен 27 миллиард долларлық тауар айналымы бар. Америка құрама штаттарына келетін болсақ, біз Америка құрама штаттарынан инвестиция тартуға басымдық береміз. Біріншіден, біздің сауда көлеміміз соншалықты үлкен емес. Небәрі 4 миллиард долларды құрайды. Сонымен бірге біз Америка нарығына уран, мұнай, хром экспорттаймыз. Менің ойымша, бұл Қазақстан мен ақш арасындағы стратегиялық серіктестік, стратегиялық сауда. Өкінішке орай, жақында ақш әкімшілігі біздің экспортқа жоғары баж, яғни тариф салығын қойды. Бірақ біз бұл тенденцияны жандандырмаймыз, байбалам салмаймыз және бұл шешімді әрі қарай келіссөздер жүргізу мәселесі деп санаймын. Жарайды, тағы да ішкі экономикалық мәселелерге келсек. Сіздің қызметіңіз кезінде Қазақстанда 2019 және 2024 жылдар аралығында ЖІІ шамамен 55%-ға өсті. Бірақ байлықты бөлу әлде қиын. Дүниежүзілік теңсіздік дерек қорының деректері ең бай елдің ішіндегі 1% әлі де ел активтерінің 30%-ын дерлік бақылайтынын, ал елдің 50%-ы 5%-дан азын елетінін көрсетеді. Сіз теңсіздікті қалай азайтуды жоспарлайсыз? Бұл таратуды қалай тездетуді жоспарлайсыз? Of the nation's assets, while 50% holds less than 5%. How do you plan to reduce inequality? How do you plan to speed up? Біздің ішкі жалпы өнім өсіп келеді деп дұрыс айттыңыз. Өткен жылы ол жан басына шаққанда 290 миллиард долларға жетті. Біз әлемнің осы бөлігінде бірінші орындамыз. Біздің ішкі жалпы өнім орталық Азиядағы ең үлкені. Бірақ біз әрине жайбарақат емеспіз және сіз Қазақстандағы байлықтың бөлінуін дұрыс айттыңыз. Бұл президент ретінде мені толғандыратын мәселе. Сонда ол сіз қалағандай жылдам қозғалмады ғой? Иә. Оны не ұстап тұрды? Өзіңіз қалағандай жылдам қозғалуға не кедергі болды? Қазақстаннан тыс жерде қаншама келеңсіз факторлар бар. Әңгімеміздің басында біз олардың кейбірін атап өттік. Сонымен қатар табиғи кедергілер де бар. Сондықтан мен Қазақстан экономикасының өсімі биыл кем дегенде 5,5-5%-ға жетсе деп үміттенген едім. Солай болады енді. Біз бұл кем дегенде 5%-дан асады деп болжаймыз. Бірақ бұл біз іздеген амбиция емес. Мен айтқанымда бізде 4 басты приоритет бар. Ең алдымен үлкен инфрақұрылымдық жобалар.
Содан кейін цифрландыру және жасанды интеллект. Сосын ауыл шаруашылығы. Then digitalization and artificial intelligence, and then agriculture, and then transport and logistics. Содан кейін транспорт және логистика. 2029 жылы менің президенттігім аяқталатын аясында алға қойған мақсаттарға қол жеткізіледі деп ойлаймын. Жаңа ғана екеуміз ұлттық байлықты әділ бөлу мәселесін айттық қой. Бұл үлкен мәселе. Сондықтан мен әділ Қазақстанды құру тұжырымдамасын алға тарттым. Әділдік тек Қазақстанда ғана емес, әлемнің түкпір-түкпіріндегі көптеген елдерде өте тапшы екенін білесіздер. Иә, бұл жаһандық құбылыс және сынақ. Сондықтан біз бұл мәселені шешуге тырысамыз. Иә, ондай мәселе бар. Мен оны мойындаймын. Маған мына бір жер қызық болып тұр. Сіз 2029 жылға қарай көмірсутекті емес секторлар өседі деп үміттенесіз. Және дәл қазір менің ойымша көмірсутегі секторлары Қазақстанның экспортының 50%-дан астамын құрайды. Сіз бұл теңгерімге қол жеткізе аласыз деп ойлайсыз ба? Немесе 2029 жылға дейін көмірсутектеріңізден тыс секторлар басым болатын жағдайға қол жеткізе аласыз ба? Иә, көмірсутегі экспорты шынын айтқанда халықаралық нарыққа саудамыздың басым бөлігі әлде болып қала бермек. Біз үздіксіз прагматикалық болуымыз керекпіз. Мен Қазақстан 2060 жылы көміртекті емес елге айналатынын айттым. Бұл өте прагматикалық бағдарлама деп ойлаймын. Қазіргі күнде қолымызда қандай тауардың бар болғанымен, келешекте жаңа тауарды көздеген бағдарлама. Біздің ішкі немесе ішкі энергетикалық баланстағы көмір 73% құрайды. Бір түнде көмірден бас тарта алмаймыз. Бізде мұнай сияқты табиғи ресурстар бар. Уран өндіру бойынша біз әлемде бірінші орындамыз. Әлемдік нарықтың 40% Қазақстанға тиесілі. In terms of producing uranium, we are number 1 in the world. 40% of the world market belong to Kazakhstan. IT индустриясына және цифрлық инфрақұрылымға қатысты сіз прогресске қол жеткіздіңіз. Сіз 20 мың километрден астам талшықты оптикалық желіні орнаттыңыз. Сіз 2020 жылы IT экспортын 250 миллион доллардан астам арттыратын Астана хабын құрдыңыз. Бірақ әлде қиындықтар бар екен. Стартаптар жолындағы бюрократиялық кедергілерді кейбір жағдайларда мамандардың тапшылығын және ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға төмен шығындарды қалай шешуге болады? Иә, бұл да күн тәртібінде тұрған мәселелеріміздің бірі. Бірақ сонымен бірге біз үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. Біріншіден, біз белгілі шетелдік компаниялармен тығыз ынтымақтастықта Қазақстанға жақын жеткізілген смарт компьютерімізді шығардық. Және осы өте маңызды істе біздің стратегиялық серіктестеріміз болғанына өте ризамыз. Жоғарыда айтқанымдай, цифрландыру біздің басымдылығымыз. Менің арманым Қазақстан бір күні толық цифрланған елге айналса. My dream is that Kazakhstan someday later will become a fully digitalized country. Қашанға дейін? Оның мақсатты күні қашан? Менің ойымша бұл 5 жылдан кейін мүмкін. Сіз жаңа ғана бюрократия туралы айттыңыз. Ол бар, Қазақстанда да, көптеген елдерде де. Ал цифрландыру бұл мәселені шешудің ең тиімді құралдарының бірі. Цифрландыру және жасанды интеллект. Бұл оқиғаның соңы не болатынын ешкім білмейді. Осы тұрғыда мен қазірдің өзінде халықаралық форумда әлемде жасанды интеллекттің дамуы, өте жылдам даму жағдайында мұндай қақтығыстар, мемлекеттер арасындағы соғыстар өте ескірген болып көрінетіні туралы мәлімдеме жасадым. Жасанды интеллектке, цифрландыруға ден қойып, дамуға, өскелең ұрпаққа білім беруге ден қоюымыз керекпіз. Халқымызды ағартуға, даму жолында алға жетелеуге көңіл бөлуіміз керекпіз.
Бірақ әскери қақтығыстарға араласпай, бір-бірімізді өлтірмеуіміз керекпіз. Бұл өте ескірген, өте примитивті үрдіс деп айтар едім. On developing, on giving education to the younger generation, put focus in enlightening our people, bringing them forward in development, but not being engaged in military conflicts, killing each other. It's very much outdated. It's very much primitive, I would say. Біз байлықты қалай шешу және теңгерімдеу туралы айтып жатқандықтан, сіз бұрынғы көшбасшы Нұрсұлтан Назарбаевтың элитасына тиесілі кейбір артықшылықтарды жоюда ілгерілеушілікке қол жеткіздіңіз. Сіз тергеу жүргіздіңіз, қаржы жымқырғаны үшін сотталғандар болды. Сіз 2022 жылы 1,2 миллиард долларды қалпына келтірдіңіз деп ойлаймын. Мырза, әлі көп жұмыс істеу керек пе? Кейбір сыншылар Назарбаев желісінің кейбір негізгі институттары, Назарбаев қоры, Халық банкі және тағы басқа жөнді қарастырылмаған дейді. Бұған не айтар едіңіз? Әрине, мұнда істеп жатқан жұмысымызға сын бар. Бірақ біз көп нәрсе жасадық. Халқымыздың, қоғамымыздың игілігі үшін өте жақсы істер жасадық. Және, әрине, қазіргі тарихымызда бірінші болып шыққан президент Назарбаевтың тарихи рөлін мойындауымыз керек. Иә, сіз айтқандай қателіктер, қаржы жымқырулар болды. Біз тергеу жүргіздік. Бұл процесс жүріп жатыр. Бірақ, сонымен бірге, мен бұл жерде Қазақстанда тәртіпсіздікке жол бермеймін. Өйткені бұл менің елімдегі жағдайдың тұрақсыздануына әкеледі. Сіз, мырза, кейде басқа елдерге қарап, олардың реформаның жылдамдығын үйрену керек дейсіз бе? Бұл сіз үшін шынымен алаңдаушылық па? Иә, ең алдымен көптеген елдерде болып жатқан уақиғалардан сабақ алу. Біріншіден, Қытайда, Ресейде, көптеген елдерде тұрақтылық, ішкі тұрақтылық менің басымдылығым. Тұрақтылық болмайынша біздің қоғамда реформаларда, жаңғыртуда, қайта құруда болмайтын түсінуіңіз керек. 2023 жылғы парламенттік сайлауды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанды халықаралық стандарттарға жақындату үшін сайлаушылардың таңдауын арттыру мақсатында енгізген саяси реформалар мен түзетулерді мойындады. Бірақ олар көп реформа қажет дейді. Атап айтқанда, жиналыстар мен үгіт-насихат бостандығына шектеулер, әкімдік құқығы, кең тізім бойынша кейбір сыртқы үгіт шараларына тыйым салу. Сіз бұл шектеулердің кейбірін алып тастау керек деп ойлайсыз ба, мырза? Жоқ, мен олай ойламаймын. Біздің заңдар өте демократиялық. Тұтастай алғанда, Қазақстан демократиялық мемлекет, және біз оны жасау үшін көп жұмыс жасадық. Сондықтан, мен ОССЕ жасаған бағалауларға мән бермеймін, өйткені бұл өте бейтарап ұйым. Бірақ сонымен бірге біз Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы институттарымен тығыз ынтымақтастық орнатуға дайынбыз. Және біз бұл ұйымның белсенді мүшесіміз. Және 2010 жылы соңғы саммитті өткіздік. Демек, бұл ұйымның 15 жылдан бері саммиттері жоқ. Ендеше Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы тиімді ұйым ма? Жоқ па? Соны осы фактіден анықтауымыз керек. Бірақ мен бұл бағалауларға тағы да мән бермеймін. Мен оларды бейтарап деп айтар едім. But once again, I don't care about those evaluations. I wouldn't say that they are unbiased. Оппозициялық топтардың тіркеу процесін айта кетсек, сіз көптеген реформалар жасадыңыз. Сіз алғаш рет заңдастырылған оппозициялық партияларға рұқсат бердіңіз. Сіз бірінші рет президенттік мерзімге шектеу қойдыңыз. Human Rights Watch сияқты халықаралық құқық қорғау ұйымдарының кейбірі тіркеу процесін кейде кешіктіретін өзгерістер деп атайды. Мысалы, алға Қазақстанды мысалға келтіреді. Ол 24 рет қабылданбады. Оған біраз реформа керек пе, мырза? Мен бұған сенбеймін, өйткені мен заң және тәртіп деп аталатын жеке стратегиямды алға жылжытып жатырмын.
Біз заңдарымызды халықаралық стандарттарға толығымен сәйкес етіп бекіттік. Мен қазір құқық қорғау ұйымдарының ұсыныстарын орындауымыз керек деп ойламаймын. Біз оларды кім немесе қай елдер қаржыландырғанын білеміз. Біз бұл ұйымдарда жұмыс істеген немесе айналысқан немесе жұмысқа орналасқан көптеген арсыз адамдар бар екенін білеміз, және олар тағы да бейтарап емес. Олар халықтың тарихи жағдайын, саяси көзқарасын түсінгісі келмейді. Олар тек ұсыныстар береді. Бірақ мен бұл ұсыныстарды барлық елдер, соның ішінде Қазақстанда соқыр орындау керек деп айтпаймын. Ең алдымен біз өз елдеріміздің және ең алдымен менің елімнің игілігі үшін дұрыс жеткізілуі керек ұлттық стратегиялар туралы ойлауымыз керекпіз. Мен тек Қазақстан президенті ретінде айтып отырмын. I'm just saying as president of Kazakhstan. Әрине, сіз реформа жүргізіп жатырсыз. Бірақ, мырза, журналистер мәселесіне келгенде, журналистердің Қазақстанда жұмыс істеу рұқсат алу қажеттілігін алып тастау туралы шекарасыз тілшілер тарапынан шақыртулар бар ма? Сіздің ойыңызша, реформа барысында экстремизмді насихаттайтын кейбір заңдарды қарастыру керек пе? Онда құқық қорғау топтары кейде сол заңдардың қолданылуын және журналистерге, оппозиция қайраткерлеріне қарсы қылмыстық айыптауларды келтіреді. Бұл туралы не ойлайсыз, мырза? Менің ойымша, біз оппозициялық күштер болсын, біздің стратегиямызды қолдайтындар болсын, барлық журналистермен тығыз байланыстамыз. Демек, біздің көзқарасымыз мүлдем тең. Сонда әрине, біз барлық реформаларымызды тоқтаттық деп айтпаймын. Реформалар процесі өте ұзақ, тұрақты және Қазақстан реформатор ел болып табылады. Біз реформаларымызды үздіксіз жүргізетін боламыз. Ешқандай кедергі болмайды. 5 жылда, 10 жылда және тағы басқа айтарымызды ескере отырып, Қазақстанның игілігі үшін түбегейлі реформалар жасау керек деген сенімім бар. Сіз жаңа ғана Қазақстандағы бір мерзімді президенттік туралы айттыңыз. Бұл үлкен реформа. Бұл үлкен саяси реформа. We would like to have, say, in 5 years, in 10 years, and so on. You just mentioned one-term presidency in Kazakhstan. It's a huge reform. It's a huge political reform. Сіз мұны құрметтеуге міндеттенесіз бе? Иә, 2029 жылы мен қызметтен кететінімді жарияладым. Өйткені бұл халқымның талабы. Мен адам ретінде кез келген елдің президенті. Ең алдымен өзімнің елімнің мемлекеттік басқарушысы екеніме қатты сенемін. Президент Құдайдың елшісі емес. Ол өз адамдар жұмысқа алған мемлекеттік басқарушы. Біздің жағдайда президенттік мерзім 7 жыл ғана. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Әл Жазираға сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Рахмет.